Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балаларымызға арнап өте жұмсақ әрі дәмді коржик дайындайтын боламыз. Маңызды сәттерді өткеріп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтке қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Міндетті түрде қант ерігенше араластырыңыздар. Одан соң сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға алдын ала еленген ұнымыздың үстіне қопсытқыш пен ванилинді саламыз. Енді сұйық массамыздың үстіне ұнымызды екі бөлікке салып, осылай қамырымызды араластырамыз. Басында осылай венчиктің көмегімен араластырсаңыз да болады. Одан соң қамырымыздың қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып иленеді. Илеуі қанғанша илеп, одан соң бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып алыңыздар. Неге 1 сағат өтті, қамырымыз кішкене қаттылау болып тұр. Енді көп мөлшерде ұлпа сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырыңыз қатты шығарып кетпесін, осындай қалыңдықта болса болады. Енді кез келген формамен бөліп шықсаңыздар болады. Мен дөңгелек формада жасайтын болғандықтан осындай кесенің көмегімен осылай кесіп шықтым. Қалған қамырымызды да осылай жасап, жайып, осылай формамен кесіп алыңыздар. Коржиктарымыздың қалыңдығы осындай болады. Осылай формамызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей коржиктарымыз дайын болды. Оңай әрі тез, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.